Hi guys, what's up? Бүгін біз сіздермен артиклді өтетін боламыз. Яғни артикл дегеніміз ағылшын тілінде ол оңай сабақ. Қазір сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Ағылшын тілінде бірінші the indefinite article, және n. The definite article, the және their article. Артикл ағылшын тілінде үш түрі бар. Яғни егер белгісіздік артикл, жаңағы indefinite article, ол бізде m мен n. Егер зат есім дауысты болатын болса, яғни n келеді. Мысалға apple дегеніміз алма. Соның алдындағы дауыстарып болғаннан кейін n келді. Сол кезде an apple. Яғни жекеше түрде біз бір алма екенін айтқан кезде айтады екенбіз. An apple деп. Аты айтып тұрғанда белгісіздік нақты зат есімнің алдында қолданылады. Яғни зат есімнің алдында қолданылады. Мысалға айтатын болса, give me a book. Маған кітапты бер. Яғни кез келген кітапты маған бер. I have a friend. Менің бір досым. Және n артиклі. Ал артиклін біз дауыссыз келген кезде қолданады екенбіз. Мысалға a book. A book деп қолданамыз, яғни дауыссыз келіп тұр, a book деп қолданамыз. Және артиклі one деген сөздің қысқарған түрі, яғни көп жылдар бұрын ағылшын тілі өзгеріске ұшырап, one деген сөз бір деген мағынаны береді. One дегеніміз және де n деп айтылады. Яғни нақты емес кез келген бір затты айтқанда қолданады екенбіз. Мысалға айтатын болсақ, a pen, a apple, a computer, a door деген сөздердің бәрін алар. Бір затты ғана айтып тұрмыз, ал pens дегеніміз ол бізде көп. Яғни біз артиклдерді тек қана бір зат болған кезде ғана айтады екенбіз. Яғни егерде екі зат болса, біз артикл қолданбаймыз. Мысалға, есік, a door, бір есік, a doors, екі есікті айтып тұрмыз. An apple, бір алма, two apples, екі алма. Көріп отқандай. Және де анықталған артикл бізде ол the деп аталады. Егер нақты аталған зат жөнінде айтып тұрсақ, the артикл қойылады. Мысалы, the артиклі зат деген сілтеу есімдіктерінен шыққан, яғни бір затты ғана бір затты нақты түрде айтқан кезде. Тиісінше нақты затты сілтеу айтылғанда беріледі. Мысалға, give me a book. Бізді артиклін қойдық, give me кез келген кітапты бер деп тұр. Ал give me the book. Маған ана кітапты бер. Дәл сол кітапты бер деп біз the артиклін нақты түрде қай нәрсе екенін айтады екенбіз. Салыстырып көрейік. I have got a pen. The pen. Мысалға айтып, I have got a pen. Менде қарандаш бар. The pen is red. Яғни біз бірінші қолданған кезде біз артиклі қолдандық. A pen. Яғни менде қарандаш бар деп біз бірінші рет айтып тұрмыз. Бірінші рет айтып тұрған кезде артиклін қолданамыз. Екінші рет сол затты тағы айтатын болсақ, уже бізге таныс, сөзде the артиклін қолданамыз. The pen is red. Қалам қызыл. Менде қалам бар, ол қызыл. Біз бұл артиклдарды бірінші сөйлемде жалпы белгісі айтылған. Дүниеде бір ақ түрі кездесетін нәрселерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалға, ғаламшар, мұхит, the earth a million of kilometers from the sun. Мұхит, теңіз, өзен, канал, тау тізбектері, шөл далалар, мұражайлар, қонақ үй, театр, кинотеатр, клуб, газет, журналдар, мемлекеттер мен ұйымдар. Болған кезде біз the артиклін қолданады екенбіз. Definite article, яғни the article. Және ұлт атаулары, the Japan, the French, сын есімдер күшейтпелі шығайда қолданады екенбіз. Зат есімнің алдында реттік сан есімдер. Мысалы, the second book, бірінші кітап, the first cheese деген сияқты. Отбасы, әулеті,
түгел әңгімелессек, отбасы әулет түгел әңгімелесек, мемлекет атауларын қолданамыз. The Republic of Kazakhstan. Музыкалық аспаптарда біз қолданамыз the piano, the домбыра деп. Зат есімнің сөзі мен оның ерекшеліктерін нақтылайтын сөз тіркестері. Төрт жақ кеңсің, яғни оң жақ, сол жақ деп айтқан кезде қолданамыз. Заттың дәл осы заттар адамдар жануарлар класына тән жеке белгілерінің жиынтығы ретінде сипаттаған кезде the English are мемлекет пысықтауыш ретінде қолданатын екенбіз. Және де zero article дегеніміз бұл артиклдар қолданылмайтын кездер, қолданылмайтын жағдайлары, жалпы есімдер мен кісі аттары. Jim comes from Алматы. Жалпы есімдер мен кісі аттарында қолданбайды екенбіз. Құрлықтар мен кейбір елдердің алдында қолданбаймыз. Еуропа, Испан деген қала аттарында, мысалға Алматы, Нью-Йорк дегендерде, дәреже, атақ, лауазымдарда біз артикл қолданбаймыз. Ғылым салаларының аттарында, және де breakfast, lunch, және тамақтану уақыттарында, мейрамхана, фестиваль, ай, апта. Көше аттарында, саябақтарда қолданбаймыз. Осымен біздің сабағымыз түсінікті болды деген ойдамын. See you soon.